Барлықтарыңызға сәлем достар. Және мен бүгін жаңа мультфильм ашпақпын. Ол мультфильмнің аты Рапунцель гүлдің хикаялары. Бұл мультфильм күн ара шығып тұратын болады, және сериялары көп болады. Егерде құлақтарыңыздан қан ағып жатса, мені кешіріңіздер. Ал ендеше бастайық. Ерте-ертеде Рапунцель гүл деген қыз болыпты. Рапунцель гүлдің шашы ұзын, және оның мінезі жаман, әдемі қыз болыпты. Оның достары мүлдем жоқ. Ол ешкімге көмектескісі келмейді, және ешкім оған да көмектескісі де келмейді. Bir күні ұйықтауға жатып, қайттан тұрса, оның шашын біреулер кесіп сапты. Рапунцель гүл шошықтай болып далаға шығып, кім оның шашын қиып сапты, соны іздепті. Бірақ ешкімді таба алмай жылайды. Оған көмекке фея келеді. Рапунцель гүл феяға өзінің проблемасын айтады. Бірақ та фея оған көмектескісі келмейді, өйткені оның жаман мінезі болатын. Фея ұшып кетеді. Ал Рапунцель гүл тағы да жылайды. Тағы да Ханзада келеді. Рапунцель гүл бұған қуанып әдемі болғысы келеді. Бірақ та Ханзада оны ұнатпай шошып кетеді. Содан соң ол да кетіп қалады. Рапунцель гүл тағы да жылайды. Үшінші көмекке Шаштараз келеді. Шаштараз оның бала кезгі досы болатын. Және ол өз көмегін ұсынады. Рапунцель гүл көп ойланады. Және келіседі. Шаштараз өзінің шампуньіне реклама жасайды. Және Рапунцель гүл оны алады. Үйіне келіп басын жуады. Және ұйықтайды. Ұйықтап болған соң ол таңертең шашын қараса, шашы өсіп кетіпті. Рапунцель гүл бұған қуанып тойлайды. Бірақ та Рапунцель гүлдің бір жері өзгермейді, ол жаман мінезі. Келесі серияларда жаман мінез жайлы көретін боламыз. Достар, сонымен Рапунцель гүлдің бүгінгі хикаясы бітті. Келесі жылдарда хикаялар көрген келеді ме, соны комментарий жазып кетіңдер. Рапунцель гүлдің хикаялары мультфильм сияқты шығып тұратын болады. Және бұл видеоның соңы Рапунцель гүлдің хикаялары тағы да болады. Және сау болыңыздар.